Бүгін біз периметр деген ұғыммен танысамыз. Периметр дегеніміз латын әрпімен П әрпімен белгілейміз. Ұзындықты А әрпімен белгілейміз. Енді В әрпімен белгілейміз. Бүгін қазір мен сіздерге бірінші мына тік төртбұрыштың периметрін табуды үйретемін. Бізде ұзындығы мына А ұзындығы 5 сантиметр, В ені 2 сантиметрге тең екен. Енді осыны табуымыз керек. Тік төртбұрыштың периметрін табудың 3 тәсілі бар. Мен қазір ең бірінші тәсілін көрсетемін. Яғни А-ны Б-ға қосу керек. Мұны 5-ті 2-ге қостым. 5-ті 2-ге қостым. Яғни 14 шықты. 5-ке 2 7, 7-ге 7, 14 сантиметр шықты. Бұл бірінші тәсілі. Екінші тәсілі А мен Б-ны, яғни ұзындығы мен енін қосып, сосын 2-ге көбейтемін. Неге 2-ге көбейтемін? Міндетті түрде 2-ге көбейтуіміз керек. Себебі бізде ұзындық 2, ен 2. Сол себептен 2-ге көбейтеміз. Түсінік ме? 5-ке 2-ні қосамын. 7, 7-ге 2-ні көбейткенде 14 сантиметр. Енді үшінші әдісі, яғни әрбір қабырғаны ұзындықты 2-ге көбейтемін, енді 2-ге көбейтемін. Яғни мен басында мына айтып кеттім. Неге 2-ге көбейтемін? Себебі менде ұзындық 2, міне біреу, міне бір ұзындық, міне 2 ұзындық. Мынау да 5 сантиметр ғой. Мынау 2 болса, мынау да 2 сантиметр. Себебі бізде тік төртбұрышта қарама қарсы қабырғалары тең болады. 5-ке 2-ні көбейттім, қосамын, 2-ні 2-ге көбейтемін. 5-ті 2-ге көбейткенде 10, 2-ні 2-ге көбейткенде 4, яғни 14 сантиметр. Осылай тік төртбұрышты фигураның қабырғасын табуға болады. Шаршыныкін қалай табуға болады? Шаршыда барлық қабырғасы бірдей, ода ұзындық ені деген жоқ, тек қана А болды, бір қабырға. Себебі мынау 5 болса, мынау да 5. 3 болса, мынау да 3. Енді бұның фигурасын табу үшін бірінші амалы мынандай. Периметр деймізді, мысалы мынау 6 делік. 6 қосу, 6 қосу, 6 қосу, 6. 4 қабырғасын қосып шығамыз. Яғни 24 сантиметр. Және де бұлай екінші амалы бұлай табуға болады. Бізде 6 неше рет қайталанып тұр? 4 рет қайталанып тұр. Себебі бізде 4 қабырға. 6-ны 4-ке көбейтеміз. Тең болады 24 сантиметр. Бұл жерде 6 емес 7 болуы мүмкін. Мысалы 7 болуы мүмкін. Онда біз бұл жерде 7-ні 4-ке көбейтеміз. 28 сантиметр. Немесе бұл жерде фигурасы басқа сантиметр. Яғни неге 4-ке міндетті түрде көбейтіп тұрмыз? Яғни бұл бұнандай. А көбейту 4 деген бұл осындай формула. Неге 4-ке көбейтіп тұрмыз? Себебі бізде 4 қабырға. 4-еуі де бірдей. 5 болса мынау да 5, мынау да 5. 6 болса 6, 6, 6. 10 болса 10, 10, 10. Осылай тік төртбұрыштың қабырғасын табуға болады. Және де шаршының қабырғасын табуға болады, балалар.